Сәлем достар, біз бүгін табада дайындалатын торт жасаймыз. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқаларды саламыз. Венчикпен жақсылап араластырамыз. Жұмыртқаның үстіне қантты саламыз. Қант толықтай ерігенінше венчикпен жақсылап араластырамыз. Жұмыртқалы массамыз осындай болып үлкеюі қажет. Жұмыртқалы массамызға сүт және сұйық майды қосып, жақсылап венчикпен араластырамыз. Ұнды салып, біркелкі масса болғанға дейін араластырамыз. Какао және разрыхлительді ситадан өткізіп, жаңағы массамызға қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Тестамыз осылай сұйық болып шығуы тиіс. Қызып тұрған табамызға сұйық майды жағып, оның үстіне тестамызды құйып шығамыз. Бетін жауып, баяу отта пісіреміз. Осылай тесіктер пайда болған кезде екінші бетіне аударамыз. Видеода корждар күйіп кеткен тәрізді болып тұр, бірақ олар күймеген. Лампаның әсерінен сондай қара түсті болып тұр. Менде осындай орташа көлемде 5 корж шықты. Коржымызды қойып, оған жақсылап пропитка жасап шығамыз. Енді кремді жағып, біркелкі етіп жайып шығамыз. Кез келген кремді қолдансаңыздар болады. Мен қайнатпалы кремді қолдандым. Оның рецептісі каналымда бар, описанияға қалдырып кетемін. Екінші коржды қойып, пропитка жасап, крем жағып шығамыз. Барлық корждарды осылай жасап шығамыз. Тортымыз дайын, өз қалауыңыз бойынша әсемдеуіңізге болады.
Instagram парақшамды жоғарыға белгілеп кеттім, тіркеліңіздер. Менің рецептіммен жасаған тәттілеріңізді сториске салып, мені белгілеп кетуді ұмытпаңыздар. Табада дайындалған торт өте жұмсақ әрі өте дәмді болып шыққан, жасап көріңіздер.